Атақты футболшы миллиардер Садио Мане экраны сынған айфонмен жүреді деп бәрі күлген, бірақ соңында барлығы таңғалады. Видеоны бастамас бұрын плюс батырмасын басып лайк баса кетіңіз. Садио Мане өте кедей отбасынан шыққан. Оның тұратын ауылы қаладан алыс, көпшілік адам біле бермейтін. Садио Мане футболды өте қатты жақсы көргендіктен өзінің көп уақытын футбол ойнаумен өткізетін. Көп уақыт өтпей өзінің еңбекқорлығымен, талантымен көзге түсіп футбол командасына алынады. Бұл қазір әлемге белгілі футболшы және жылына 15 миллион доллар табыс табады. Мұндай табыс бар адам қалай экраны сынған ескі айфонмен жүреді деп барлығы таңғалады. Анықталғандай, Садио Мане қымбат зат алғаннан қарағанда өзінің ақшаларын қайырымдылыққа бергенді жөн көреді екен, және өзінің туып өскен ауылының тұрғындарына ай сайын 100 доллардан беріп тұрады екен. Біздің Қазақстанда да дәл осындай азаматтар бар ма екен? Бар болса комментарияға